Қазақстан аймақтарын басқарып отырған жаңадан қайта тағайындалған әкімдер кім? Киноға бөлініп жатқан миллиардтар қай қалтаға кетті? Қымбатшылық халықты жеп күнкөріске ақша таба алмай жүргендер саны артты. Себебін қарастырып көрейік. Баршаға сәлем. Сіздермен әдетінше мен Шолпан Сағадат. Басталмас бұрын арнаға жазылып, қоңырауға басуларыңызды сұраймын. Кеттік. Сонымен жаңа Қазақстанның жаңа әкімдері. Елордадан бастайық. Астананың жас әкімі 2019 жылдан бері ең үлкен облысты басқарып келді. Оған дейін премьер-министрдің орынбасары лауазымын атқарған. Жеңіс Қасымбектің Қарағанды ауасын тазартып, балха жолдарын жөндеуге берген уәдесін жаңа әкім жалғастырса игі еді. Әрине қоғам яки елордалықтар беделі мен ықпалы жоғары әкесінің баласына сенім білдірмей отырғаны заңды. Оны уақыт еншісіне қалдырайық. Әкімдердің көпшілігі өз қызметтерін сақтап қалды. Қаңтар оқиғасынан кейін тағайындалған, осы уақытқа дейін тіпті халық кетуін талап еткен петициясы бар Алматы әкімі Досаев. Рекордсмен тарихта бір өңірді ең ұзақ басқарған, есімі қалың халыққа таныс Даниал Ахметов. Шымкент қаласында қалған 38 жасында лауазымға ие болған Мұрат Әйтенов. Ақмолада Ермек Маржықбаев, Түркістанда Дархан Сатыбалды, Жамбылда Нұржан Нұржігітов, Маңғыстауда Нұрлан Ноғаев қайта тағайындалды. Ақтөбеде жақында ғана, нақтырақ айтсақ, тамыз айында тағайындалған Ералы Тоғжанов та орнында. Биыл құрылған Абай, Жетісу, Ұлытау облыстарының әкімдері де лауазымдарын сақтап қалды. Батыста Есқалиевтің орнына Сенат депутаты Нариман Төреғалиев тағайындалды. Солтүстік Қазақстан облысының әкімі Ақсақалов Қостанайға ауысты, ал оның орнын Айдарбек Сапарбаев басты. Екібастұз жағдайынан кейін лауазымынан алынған Скаковтың орнына қала әкімі Байханов тағайындалды. Салық қызметкерін бизнесмен ауыстырды. Бұл жерде айта кетер жайт, павлодарлықтар тіпті Скаковтың қайтарылуын талап етіп петиция жариялады. Оған себеп Скаков шынымен де аудан ауылдарды аралап, халыққа жақын болған әкім еді. Қанша жерден жақсы істермен қатар халыққа ашық, жақын болған әкім ел есінде тек жақсы атпен қалатыны сөзсіз. Әлеуметтік желіде белгілі қазақстандық актер Жан Байжанбаевтың кинематографистер одағының отырысында сөйлеген сөзінің жазбасы жарияланды. Онда актер қазақстандық кино мен Қазақфильм киностудиясының дамуы туралы өте эмоционалды түрде айтты. 44 жыл жұмыс жасаған орнымның соңғы 15 жылдағы жағдайына қарау қиын деп ерекше сезімін атап өтті. Актер Жан Байжанбаев Қазақфильмге ренішін білдірді. Оның айтуынша, киностудия басшылығы ұйымды аянышты жағдайға жеткізіп, еңбек сіңірген әртістер мен режиссерлердің жолын кесіп отыр. Қазақфильм басшылығының түсірілімге, фестивальдерге шақыратын сүйікті актерлері болды. Соның кесірінен қалғандары арзан әрі кішігірім фильмдерге түсуге мәжбүр болды. Қазақфильм қазір президентсіз жұмыс жалғастыруда. Осы жылдың қыркүйегінде Ақан Сатаев бұл лауазымды босатты. Оған қоса ол актерлердің жағдайына назар аударды. Арзанға киноға түсіп күнкөрісіне жеткізе алмай жүрген актерлердің жағдайын атап, дүниеден өткен Фараның өзі қарызға ақша сұрағанын айтты. Еңбекақының айлық өмірге жетпей жатқанын көріп отырмыз. Күн сайын баға қарқындап өсуде. Оны реттеп жатқан билік жоқ. Елді жеген қымбатшылық жайын шенеуніктерге жеткізуге тырысып жатқан Ринат Зайытовтың хаты желіде тарап жатыр. Ол Алихан Смайылов, Мұрат Нұртілеу, Ерлан Карин, Тамара Дүйсенова және Дәурен Абаевтарға үндеу жасады. Айына 67 мың алатын халық қалай өмір сүреді деп халық жағдайын жоғарыға жеткізгісі келетін ақынды билік естірмекен. Ол қымбатшылық мәселесін көтеріп, бұл тек театрдың ғана емес, күллі халықтың қабырғасына батып отырғанын айтады. Айналаны жайлаған қымбатшылық театрды да айналып өтпейтіні анық. Күні кеше біздің депутаттардың ішінен Қазақстанда кез келген азаматтың өмір сүру үшін 100 мың теңге жетеді деп жұртты шулатты. Халық оны жерден алып жерге салды. Ендігі сұрақ, Алатау театрының кассирі Сәрсенова 3 баланың анасы, ипотека төлеп отыр. Айлығы 74 мың 705 теңге. Дәл осындай жағдайдағы контролер Рахымғалиева 72 мың 791 теңге алады. Ал үйі жоқ 3 баланың анасы контролер Табанова 67 мың 44 теңге айлықты қанағат тұтуға мәжбүр. Тағы сол сияқты 100-ден аса мысал келтіре аламын, деді Ринат Зайытов. Қандай мәселені ашып қарасақ та барлығы түбінде сол жемқорлыққа тіреледі. Елде жемқорлық мәселесі шешілгенде ғана барлық проблемалар шешіледі. Айтар ойыңыз болса видео астына қалдыра отырыңыздар. Қолдау білдіргендеріңізге алдын ала алғыс білдіремін. Келесі кездескенше.